Достар, бүгін өте маңызды тақырып туралы сөйлесеміз. Өйткені YouTube'да ең көп тараған мифтердің бірі бар. Көп адам былай ойлайды: шортс сала бастадым, содан кейін ұзын видеоларымның қаралымы түсіп кетті. Тіпті кейбіреулер маған жазып жатады: Мұртазаға, шортс каналды бұзама, шортс салғаннан кейін лонг видеоларым өлді, оқырмандарым көбейді, бірақ ұзын видеоларымды ешкім көрмейді. Ал енді саған бір сұрақ қояйын: шынымен шортс кінәлі ме? Әлде сенің каналыңа келген аудитория кінәлі ме? Міне бүгін осы сұраққа жауап береміз. Өйткені көптеген адам мәселені мүлде басқа жақтан іздеп жүр. YouTube келіп, осы канал шортс салады екен, енді оның ұзын видеоларын рекомендацияға ұсынбаймын деп шешім қабылдамайды. Мүлде олай емес. Шын мәнінде мәселе әлде қайда терең. Егер осы видеоны соңына дейін көрсең, сен мынаны түсінесің: неге кейбір каналдарда шортста жақсы жүреді, лонг видеода жақсы жүреді. Ал кейбір каналдарда шортс миллион қаралым жинап тұрса да, ұзын видео 200 қаралымнан аса алмайды. Айырмашылық бір ғана нәрседе, ол аудитория. Енді мына нәрсені түсіну керек: YouTube'да екі түрлі жеңіс бар. Біріншісі қаралым жинау, екіншісі аудитория жинау. Көп адам бірінші жеңіске қатты қуанады. Мысалы, видео 100 мың қаралым алды, тамаша. Бірақ мен саған қазір қызық сұрақ қояйын: сол 100 мың адамыңның қаншасы сені келесі видеоңды көреді? Міне негізгі сұрақ осы. Өйткені кейде 100 мың қаралым алып канал өспей қалады. Ал кейде 10 мың қаралым алған канал өте қатты өсіп кетеді. Неге? Өйткені қаралым бір нәрсе, ал аудитория мүлде басқа нәрсе. Көп адам осы екеуін шатастырады. Мысалы, сен футбол туралы канал жүргізіп жүрсің делік. Сосын бір күні хайп қуып бір мысықтың күлкілі видеосын салдың. Видеоң атып кетті, миллион қаралым алды. Сен қуанасың, оқырман көбейеді, статистика әдемі көрінеді. Бірақ келесі күні қайтадан футбол туралы видео саласың, сосын қарайсың, қаралым жоқ. Сонда алгоритм кінәлі ме? Жоқ. Өйткені сен футбол аудиториясын емес, күлкілі видео көретін аудиторияны жинадың. YouTube дәл осыны байқайды. Қазір көптеген адамдар шортсты дұрыс пайдаланбайды. Олар шортсқа бөлек канал сияқты қарайды. Лонг видео бір тақырып, шортс басқа тақырып. Сосын бәрін араластырып жібереді. Мысалы, лонг видео YouTube SEO туралы айтса, шортста әзіл айтады. Лонг видеода монетизация туралы айтса, шортста мемдер туралы көрсетеді. Енді келесі бір лонг видеосында алгоритм туралы түсіндірсе, келесі шортсында рандом бір факттарды түсіндіріп отыр. Сосын таң қалады: неге ұзын видеоларымды қарамай жатыр? Өйткені шортс арқылы келген адам сен үшін емес, ол тек сол бір видеоны көру үшін келген. Бұл жерде өте маңызды айырмашылық бар. Саған көрермен керек емес, саған дұрыс көрермен керек. Осы сөйлемді есте сақта. Себебі дәл осы нәрсе YouTube'дағы көптеген мәселені түсіндіреді. Айтпақшы, қазір сенің алдыңда екі түрлі канал тұр деп елестет. Бірінші канал 100 мың оқырманы болса, бірақ жаңа видео салса 1000 қаралым жинайды. Екінші канал 10 мың оқырманы бар, бірақ жаңа видео салса 5000 қаралым жинайды. Қай канал мықты? Көп адам бірінші канал дейді, бірақ шын мәнінде екінші канал әлде қайда күшті. Өйткені онда аудитория бар. Аудитория дегеніміз не? Бұл сенің жаңа видеоңды күтіп отыратын адамдар. Яғни сен видео салдың, олар келді, қарады, пікір жазды, лайк басты. Міне нағыз аудитория осы. Ал тек оқырман саны әрқашан нәтиже көрсетпейді. Сондықтан мен қазір канал өсіріп жүрген адамдарға бір кеңес беремін: шортс салған кезде қаралымға мас болып кетпе. Өйткені шортста қаралым жинау лонг видеоға қарағанда әлде қайда оңай. Қазір кейде бір шортстар 50 мың, 100 мың, 200 мың қаралым жинайды. Бірақ сол қаралымдардың сапасы қандай? Міне мәселе осы жерде. Өзіңе сұрақ қой: осы шортсты көрген адам менің келесі шортсымды көре ме? Менің ұзын видеома өте ме? Менің каналымды есте сақтай ма? Егер жауап жоқ болатын болса, онда бұл қаралымның саған пайдасы жоқ деген сөз. Енді менің ойымша ең дұрыс стратегия қандай? Шортс пен лонг видеоны бір-біріне қарсы қою емес, екеуін бірге жұмыс ету. Мысалы, мен үшін мен ұзын видео шығардым делік, тақырыбы видеоң неге өтпей жатыр. Сол видеодан 5-6 қызық фрагменттерін қырқып алып, сосын оларды шортс ретінде шығарам. Бірақ толық жауапты шортстарда көрсетпеймін, тек қызығушылық қалдырамын. Сонда адам толық нұсқасы қайықта деп ұзын видеома өтеді. Міне шортстың ең күшті жері осы. Ол жеке контент емес, ол лонг видеоға апаратын көпір болу керек. Қазір саған тағы бір қызық нәрсе айтайын: YouTube соңғы жылдары өте қатты өзгерді. Бұрын адамдар немесе тек ұзын видео қарайтын, немесе тек қысқа видео қарайтын. Ал қазір олай емес. Бір адам таңертең шортс көреді, түсте ұзын видео көреді, кешке подкаст тыңдайды. Бәрі бір адам. Сондықтан мәселе форматта емес, мәселе контенттің байланысында. Егер сенің шортс пен лонг видео арасында байланыс болса, олар бір-бірін күшейтеді. Егер байланыс болмаса, бір-біріне көмектеспейді. Менің ойымша көптеген канал иелері мына нәрселерге назар аудармайды. Олар қанша қаралым алдым деп қарайды, бірақ қандай аудитория жинадым деп қарамайды. Ал дәл осы сұрақ әлде қайда маңызды. Өйткені болашақта сенің каналыңды өсіретін нәрсе қаралым емес, сенің аудитория. Сені танып қалған адамдар сенің жаңа видеоң шыққан кезде, мысалға, Мәке блог жаңа видео шығарды деп келетін адамдар. Міне ұзақ мерзімді нәтиже осы. Сондықтан бүгінгі видеодан бір ғана нәрсе алып кетсең де жеткілікті: шортс ұзын видеоларды өлтірмейді. Қате аудитория жинау ұзын видеоларды өлтіруі мүмкін. Сол үшін келесі жолы шортс салғанда өзіңе сұрақ қой: бұл видео маған қаралым әкеле ме деп емес, бұл видео маған дұрыс аудитория әкеле ме деп сұрақ. Өйткені дәл осы сұрақ сенің каналыңның болашағын анықтауы мүмкін. Тағы бір нәрсе айтайын: көп адам
адам шортстан келетін оқырмандарды көріп қатты қуанады. Мен де қуанатын едім, сен де қуанасың. Кез келген адам қуанады. Бірақ бір қауіпті нәрсе бар. Оқырман саны өсіп келе жатқан кезде кейде адамның каналдың шын жағдайын байқамай қалады. Мысалы, каналға 3000 оқырман келді. Керемет. Бірақ келесі ұзын видеоңды 200 адам ғана қарады. Осы жерде өзіңе сұрақ қоюың керек. Шынымен 3000 адам келді ме, әлде тек жазылу батырмасын басқан адамдар келді ме? Өйткені бұл екеуі екі түрлі нәрсе. Көп адам осы жерді түсінбейді. YouTube'да ең қымбат нәрсе оқырман емес, назар, адамның назары. Өйткені адам бүгін саған уақыт бөлсе, ертең де келеді. Ал жай ғана жазылу батырмасын басып кеткен адам ертең сені ұмытып кетуі мүмкін. Сол үшін мен әрқашан бір нәрсеге қараймын. Оқырман санына емес, қайтып қаралған көрермендердің санына, яғни қайта келетін аудиторияға қараймын. Өйткені дәл сол адамдар каналды өсіреді. Айтпақшы, көп адам мына нәрсені байқамайды. Шортс арқылы аудитория жинау оңай, бірақ аудиториямен байланыс орнату қиын шортспен. Ал лонг видео арқылы аудитория жинау қиын, ал бірақ байланыс орнату оңай. Неге? Өйткені шортста адам сені 15 секунд көреді, ал лонг видеода 10 минут, 15 минут, 20 минутқа шейін көреді. Ол сенің ойыңды тыңдайды, сенің тәжірибеңді тыңдайды, сенің қателіктеріңді тыңдайды. Осы жерде сені мен көрерменнің арасында пайда болады, байланыс пайда болады. Мысалы, қазір осы видеоны қарап отырған адамдардың арасында менің алғашқы видеоларымды көрген адамдар бар. Канал ашылған күннен бастап қарап жүрген адамдар да бар. Неге олар әлі осында? Өйткені олар тек тақырып үшін келген жоқ. Байланыс пайда болды. Міне лонг видеоның күші осы. Қазір бір қызық эксперимент жасап көрейік. Егер ертеңнен бастап мен бұл каналда YouTube туралы айтпай, SEO туралы айтпай, алгоритм туралы айтпай, тек рандом түрде қызықты видеолар сала бастасам, не болады? Бірінші аптада қаралым көбеюі мүмкін. Екінші аптада да өсуі мүмкін. Бірақ ұзақ мерзімде проблема басталады. Өйткені адамдар бұл не канал өзі не туралы болып кетті өзі деп түсінбей қалады. YouTube та түсінбей қалады. Ал аудитория да түсінбей қалады. Сол үшін ниша деген нәрсе пайда болған. Көп адам нишаны шектеу деп ойлайды. Мен олай ойламаймын. Ниша дұрыс адамдарды жинау механизмі. Мысалы, сенің каналың IT туралы болуы мүмкін, Python туралы болуы мүмкін, тарих туралы болуы мүмкін, автокөліктер туралы болуы мүмкін. Бірақ сен жинап жатқан аудитория сол тақырыппен байланыста болу керек. Міне, шортс стратегиясының ең маңызды ережесі осы. Шортс бөлек әлем болмауы керек. Шортс лонг видеоның қысқа нұсқасы болу керек. Қарапайым тілмен айтқанда, лонг видео негізгі тағам болса, шортс оның жарнамасы. Лонг видео фильм болатын болса, шортс оның трейлері болу керек. Лонг видео мысалы кітап болатын болса, шортс кітаптың артындағы қысқаша сипаттама болу керек. Осы логикамен қарасаң бәрі түсінікті болады. Және тағы бір маңызды нәрсе, көп адам шортс арқылы тест жасау мүмкіндігін пайдаланбайды. Ал меніңше бұл шортстың ең күшті жағы. Мысалы, менде 5 түрлі идея бар делік, мен олардың бәрінен шортс жасап көремін. Қайсысы жақсы нәтиже береді, қайсысы көп пікір жинайды, қайсысы адамдар тоқтатады, қайсысында ретеншн жоғары. Осыны көріп аламын. Сосын сол идеядан лонг видео жасаймын. Міне бұл өте күшті стратегия. Себебі кейде көрерменнің нақты не қалайтынын шортс тез көрсетеді. Бірақ тағы да қайталап айтайын, шортстағы басты мақсат қаралым емес, сигнал жинау. Көрерменді түсіну, қандай сөз тоқтатады, қандай тақырып қызықтырады, қандай проблемаға пікір жазады. Осыны түсінген кезде шортс саған өте пайдалы құралға айналады. Қазір осы видеодан кейін сенің есте сақтайтын бір ғана сөйлемің болса, мына сөйлем болсын. Шортс каналды бұзбайды. Хотя аудитория каналды бұзады. Өйткені YouTube'тағы ең үлкен актив қаралым емес, аудитория. Сені күтіп отырған аудитория. Сен видео салған кезде келетін аудитория. Сені басқа каналдардан ажыратып тұратын аудитория. Міне ұзақ мерзімде каналды өсіретін де сол. Сондықтан келесі жолы шортс салған кезде бұл видео вирусный видео бола ма деп емес, бұл видео маған дұрыс аудитория әкеле ма деп сұра. Деп ойлан. Сол кезде сенің стратегияң да өзгереді, нәтижең де өзгереді, каналың да өзгереді. Егер видеоң пайдалы болса, лайк басып кет, ал пікірге сенің каналыңда шортс пен лонг бірге жүр ма, әлде біреуі екіншісінен әлде қайда жақсы жұмыс істеп тұр ма? Пікірлерді міндетті түрде оқимын. Келесі видеода кездескенше, Мәке блог YouTube'та дамудың жолын көрсететін арна.